Siz ешкімді баға алмайсыз, еш нәрсені баға алмайсыз, өзіңіз де баға алмайсыз. Бірақ Алла Субхану ва Тағала ризықты беретін өзі. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا дейді Алла Субхану ва Тағала. Жердің бетінде бір өрмелеуші хайуан болатын болса, оның рызқы Алланың міндетінде дейді Алла Субхану ва Тағала. Өрмелеуші хайуан болатын болса, оның рызқын Алла Субхану ва Тағала береді. Соның үшін альхамдулилля осы жерге келдік. Мына дұғаларымызды Алла Субхану кеше Арафат тауларында тұрдық. Дұғалар қабыл болатын жерде тұрдық. Қанша дұғалар қылдық. Алла Субхану ва Тағала ол дұғаларымыз қабыл еткен болсын. Міне бүгін тас атып келдік шайтанға. Біз қайсы бір амалды істейтін болсақ, ағайындар Алла Тағала бұйырғаны үшін істейміз. Омар бин Хаттаб разияллаху анху анау Кабаның таваф қылған кезінде, Қаратастың алдына келіп тұрған кезінде, Қаратас, ей сен Қаратассың сен. Сен ешқандай пайда да зиян да бере алмайсың. Бірақ мен сені сүйемін, өйткені сені пайғамбар сүйген. Мен сені сүйемін, өйткені сені пайғамбар сүйген. Соның үшін пайғамбар алейхиссалам біздерге осы қажылықты амалдарды беріп кетті. Қараңыздар, мынау Минада тұрмыз. Минада қандай палаталардың астында тұрмыз. Осы палаталарда кешегі 99 жылға шейін анау Арафатта қандай палаталар болса, сондай палата болған осы жерде. Ағайындар, осы мемлекеттің байлығы жетеді. Арафатта ем тур осындай палата құрып қойға. Муздалифада ем тур осындай палата құрып қойға. Бірақ Алла Субхану ва Тағала бұндай палатаны ол жерде қалап тұрған жоқ. Алла Субхану ва Тағала біздердің ибадаттарымызда сондай қарапайымдық болсын деп, Арафатта мынадан көре төмендеу, Муздалифаға келсеңіз далада қонасыз. Қараңыз, сол далада астыңызда бір кішкентай ғана кейбір адамдар жатыр, мен көрдім, кішкентай жанамаздың үстінде жатыр. Бірақ қандай мамық жатыр ол? Қандай рахаттанып жатыр ол? Бірақ ол үйінде сөйтіп жата ма? Қараңыз, біз бұл жерде сөйтіп жатуымыздың себебіміз, біздер Алла Тағаланың разылығы үшін тұрмыз ол жерде. Біздер Алла Субхану ва Тағаланың разылығын үшін тұрмыз ол жерде. Бұл қажылық кішкентай жинау ағайындар. Хашрун асғар дейді. Ертең Алла Субхану ва Тағала қияметте үлкен жинауы болады. Үлкен жинауы болады. Бұл кіші жинау. Қараңыз, дүниеден қанша адам келіп жатыр? Ағып келіп жатыр. Ағайындар, бір кісі келіп осы қажылыққа келеді. Қажылыққа келеді де өзі қап-қара негр. Сөйтіп осы жерде бір кісі болады. Айтады, сен деді, ана кісіге айтады, сен кетіп тұршы, мынау дейді, мына жердің дәретханаларын жуатын еді. Дәретханасын жуатын еді, туалетін жуатын еді. Сенен ұялып тұр, көрмесін деп тұр, сен просто ұялып тұрған жоқ. Сені, мәселен, мына адам неғып тұр, яғни қысылып тұр. Сонымен өтірік ұйықтағасып жаттық дейді. Жаңағы адам дейді, дәретхананың бәрін жуып, тазалап неғып атыр. Жаңағы қажылық біткеннен кейін дейді, жаңағы адам бір елдің патшасы екен дейді. Өзінің бір елдің патшасы екен, бүкіл қорықшылары жаңағы машинамен, басқамен келіп алып кетті дейді жаңағы. Қараңыз, Алла Субхану ва Тағала бұл жерде не бір министрлер келеді, не бір патшалар келеді. Бірақ ана Кабаны таваф қылған кезінде аяғы жалаң аяқ, басы жалаң бас таваф қылады. Үстінде 2 матадан басқа ештеңе болмайды. Ол үйінде тақта алтын тағы болуы мүмкін. Ол үйінде жүздеген қызметшісі болуы мүмкін. Ол үйінде өзінің жеке самолеті болуы мүмкін. Bir мемлекет ұстап тұрған болуы мүмкін. Бірақ мына жерге келген кезде басы жалаң бас, аяғы жалаң аяқ, қарапайым адамдар қалай таваф қылса солай таваф қылады. Басқа тавафтың түрі жоқ ол жерде ағайындар. Алла Субхану ва Тағала адамзаттың бәрін мына жерде бірдей қойған. Бұл кішкентай жинау. Ертең қияметте шынымен үлкен жинау болады. Соның үшін біздер әрбір ибадатты қылған кезімізде онымен ойнамай ағайындар. Алла Тағала бұйырды, тас аттыңыз. Пайғамбар алейхиссалам нені айтқан болса, Алла Тағала бұйырған нәрсені айтқан, бағана айтып өтіп кетті. Біздер шайтанға тас атып жатырмыз ба? Оны Алла Тағала бұйырған амалды істеп жатырмыз. Міне соған біздерге үлкен сауаптар жазылады. Демек, біздер сол көзімізге көрінбей тұрған шайтан алейхи-лағнаға тас атып, өзіміздің сол шайтанның шынымен дұшпанымыз екендігін көрсетіп жатырмыз. Бұл әшейін жай ғана тас ату емес, сол шайтанға тас ату менен сол шайтанның шынымен біздің дұшпанымыз екенін жариялау бұл жерде. Соның үшін ағайындар, әрбір амалды істеген кезімізде ықыласпенен істейік. Әрбір амалды істеген кезімізде ықыласпенен істейік.
Qancha ixlosingіз kuchli bo'ladi, onun savobi kuchli bo'ladi. Qancha ixlosingіз kuchli bo'lsa, onun savobi kuchli bo'ladi. So'ng shuna ag'ayinlar, Alloh subhanahu va taolo bizning hazratlarimizni qabul etsin.